Қарағанды облыстық бейнелеу өнері мұражайында ерекше көрме өтуде. Бұл жолға қойылған туындылар тағдыр тәлкегіне түсіп, жазасын өтеп жатқан жандардың еңбегі. Облыстық байқауда бағаланар әр туындыдан автордың ішкі жан дүниесін сезінуге болады дейді мамандар. Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейінде жыл сайын дәстүрлі түрде өз жалғасын тауып келе жатқан суреттер мен қолөнер бұйымдарының облыстық байқау конкурсы бастау алды. Үздік деп танылған суреттер мен қолөнер жұмыстары кәсіби маманның қолынан емес, керісінше абайсызда от басып істі болған, жазасын өтеушілердің қолынан шыққан бұйымдар. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қарағанды облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментінің ұйымдастырған бүгінгі көрмесі бұрынғы көрмелерден өзгерек дейді мұражай қызметкерлері. Қарағанды облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаменті мен бейнелеу өнері музейінің бірлесіп жасаған әлеуметтік іс-шарасы болып табылады. Бұл дәстүрге айналған жыл сайын осы маусым айында өткізіледі. Биылғы жылдағы өткізілу ерекшелігі ол біріншіден виртуальды түрде, яғни көрерменсіз болып отыр. Екіншіден, биыл жеңістің 75 жылдығына арнайы ұйымдастырылып отыр. Қоршаған ортаға шексіз махаббаттарын арнап, ұлы жеңістің 75 жылдығына негізделген көрмені ұйымдастырушы Қарағанды облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментінің қызметкерлері. Әр күннен үміт күтетін жазасын өтеушілер конкурсқа қатыса алмаса да, атқарған еңбектері елеусіз қалмаған. Облысымыздың әр мекемелерінен іріктеліп келген бұл жұмыстар сан түрлі түзету мекемесіне тиесілі еңбектер. Көрмеде 55 түрлі суреттер мен қолөнер бұйымы халық назарына ұсынылған. Конкурстың әділ өткізілуіне жауапты қаламыздың суретшілер одағының өкілдері мен жоғарғы оқу орындарының қызметкерлері. Байқаудың жеңімпаздары өз кезегінде дипломдармен, грамоталармен марапатталатын болады. Бас бостандығынан айырылған жандардың қолынан шыққан тамаша өнер туындылары. Яғни бұл дегеніміз ол адамдардың өнердің дамуына, қоғамдағы болып жатқан іс-шараға осындай туындылары арқылы өз үлестерін қосып жатқандығын білдіреді. Бостандық атты маңызды ұғымның қадірін түсініп, пайдалы жұмыс жасап, қоғамдық жұмысқа ерікті түрде қатысатын азаматтардың жазасы жеңілдемек. Онлайн көрме ел көңілінен шығады деген мамандар, туындылар байқау аяқталған соң балалар үйіне табысталатынын жеткізді. Айдын Тонтайтегі, Оксана Митюхина, Наталья Зайц, 5-ші арна.